Шәшір қожалығында қазір екінші жылына іш башқарам. Ысқа құрыштарына бұйылғы сыйылда бір 2-3 атына әлі кірдік енді. Апрель башынан кірдік. Ол башта зяптырмаладым. Ауызған еліне 22 метрлі зяптырмас қайтты. Бір 500-600 гектар шамасы зяптырмас тұрмалап. Мәне қазіргі күнде ise шәшу алдынан жеріне культивациялым. Ола берсе яқшығына тұрғанда шушы күндерде 1-2 атына ішінде шәшуіне бітірге дейінде. Күз күні әлі комбайнда шейм, күз күні комбайнда яқшығына ұңыштарны жеп аларға жасым. Биылғы сыйылыны зептірмадық енді, 150 гектарға яқын. Зептірмағаннан сықағатына өзім тұққандарға шықтық. 200 гектарға яқын тұққандырдық. Біздің қожалықта 3930 гектар, 32 гектар жер бар. Шоның 1190 гектар, 95 гектар аны біздің күзгі культура. 139 гектар ол біздің көпелік үлән. Қалған 2698 гектар ол біздің yazgı kультура. Бұл күнде шәшіл участығында шәші бара, 120 гектар үләмінде арпа шәшілді. Ертегі олда бірші шат участығында бақшайыз арпа шәшілді.